Сәресіне айран іше салсам ба екен деп ойланып тұрып, жоқ, одан да оладьи жасай салайын деп шештім. Алдымен осылай 2 жұмыртқаға 4-5 ас қасықтай қантты және шым-шым тұзды қосып, барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Ешқандай миксер қолданбаймыз, тек венчикпен араластырып аламыз. Кейін осыған жарты ас қасық ас содасын және айранды қосып, тағы да 1 келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Кейін соңында електен өткізілген ұнды қосамыз. Бізде қатты қою да, сұйық та емес, қамыр шығу керек. Және қызып тұрған майда осылай 2 жағын қызартып, пісіріп алатын боламыз. Бұдан бөлек көптеген рецепттерді менің YouTube каналымнан таба аласыздар. Дәл қазір Рамазан айында сәресіне не болмаса ауызашарға дайындауға керемет рецепттер таба аласыздар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Ол үшін биодағы көк батырманы басып, менің каналыма өтсеңіздер болады, не болмаса YouTube'тың өзінен Нұрсезім